Бауырсақ ертегісі. Ерте заманда бір ата мен әже өмір сүріпті. Бір күні ата әжеге: «Маған бауырсақ пісіріп берші», дейді. «Неден пісіремін? Көп болды, үйде ұн жоқ». «Ей әжей, сен қамбаны сыпырып, қуыс мүйсің қырна. Осылайша қалған-құтқан ұнды жина. Бауырсақ тегіс, домалақ, сырты қызарыңқырап, әдемі болып піседі». Әже бауырсақты суытуға терезе алдына қояды. Бір өзі жатып жалыққан бауырсақ жерге түсіп, әрі қарай домалай жөнеледі. Осылай домалаған күйі қалың қараңғы орманға келіп, оған қоян кездеседі. Қоян айтады: «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін», депті. Бауырсақ оған былай дейді: «Атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым. Қоян, сенен құтылу қиын емес бұл маған». Осылай деп бауырсақ домалады. Аңқау қоян тұрып қалды. Бауырсақ зыр домалап жөнеледі. Зыр домалап бауырсақ келе жатса, алдынан сұр қасқыр кездеседі. «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін», дейді қасқыр. Сұр қасқыр: «Мені жемеші, ән салып беремін, тыңдашы», деп бауырсақ әндете жөнеледі. «Атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым. Қояннан да құтылдым, қасқыр, сенен сытылу қиын емес бұл маған». Бауырсақ ары қарай домалады. Аңқау сұр қасқыр жолда қалды. Домалап бауырсақ тағы жөнеледі. Алдынан аю сонда кез келеді. «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін», дейді аю. «Жей көрме аю, тыңдашы, саған ән айтайын», деп бауырсақ әнін бастайды. «Атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым. Қояннан да құтылдым, қасқырдан да құтылдым. Аю, сенен сытылу қиын емес бұл маған». Осылай деп бауырсақ домалады. Аю маймақ жолда қалды. Бауырсақ домалаумен келе жатты. Осылай талай белден асты. Домалап жол үстінде келе жатса, қу түлкі жылман етіп келе қапты. «Бауырсақ, домалап қайда барасың?» депті сонда түлкі. «Жол жүріп кетіп барамын», депті бауырсақ. «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеп қоям», депті түлкі. «Жемеші түлкі, ән салып берем мен саған», депті бауырсақ. «Атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым. Қояннан да құтылдым, қасқырдан да құтылдым. Аюдан да сытылдым. Түлкі, сенен құтылу қиын емес бұл маған». Әнің жақсақ бауырсақ, нашар еді бұл құлақ. Тұмсығыма шығып ап, айтып берші қайталап, дауыстап бір қаттырақ, депті сонда қу түлкі. Мақтанғанға мәз болды тұмсығында түлкінің. Бауырсақ солай ән салды. Сонда түлкі: «Тамаша екен үніңде, тағы бір рет айтшы тыңдайын, отырып алып тілімде», депті. Бауырсақ түлкінің ойын түсінбеді. Ойланбастан тіліне секіреді. «Хап!» дегенде бауырсақ қу түлкінің аузында әп-сәтте күтірледі. Мақтаншақтық жақсы емес, балалар.